Қаншалықты жиі кітап оқисыз? Халыққа қызмет етеді. Қиындықтары бар екен. Негізгі мамандығым педагог. Бірақ сезініп тұрмын өзімді. Еңбек қадірін білгеннің өмірі берекелі. Ғалымдардың айтуынша, адам бір істі сүйіспеншілікпен атқарса, ол шаршауды 40%-ға аз сезінетін көрінеді. Есенсіз бе көрермен, бүгін Атырау облысы полиция департаменті ерекше тәжірибе ұсынбақ. Әдетте қоғам тыныштығын күзететін полиция қызметкерлері өзге мамандық иесі болып көреді. Қайсысы жүрекке жақын болар екен? Бірге тамашалайық. Мейрамбек Хайыров Болатбекұлы, 24 жаста. Атырау қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының қызметкері. Қорытындылай келе, бүгінгі күннен қандай ой түйдіңіз, тәжірибе алдыңыз, әсеріңізбен бөліссеңіз? Бүгін мен үшін өте қызықты күн болды. Көп тәжірибе жинадым. Бірақ та әр адам өз мамандығымен бағалы екенін түсіндім. Мен әрқашан өз полиция қызметкерін таңдар едім. Тілеужан Қарагөз Русланқызы, 24 жаста. Атырау қаласы полиция басқармасы әкімшілік полиция бөлімі, әкімшілік практика бөлімшесінің инспекторы. Қаншалықты жиі кітап оқисыз? Өзіңіз білесіз, біздің қызмет қарбаласқа толы. Дегенмен де қолым бос кездерде детективті жанр оқығанын ұнатамын. Айырмашылықтарын сезіне алдыңыз ба? Біздің қызметіміздегі темірдей тәртіптен кейін әрине бұл жердегі аура өзгеше сезіледі. Дегенмен де бұл жерде де тәртіп жоқ деген сөз емес. Өзіңіз көргендей кітаптардың өзінің сақадай тізіліп тұрғанның өзі өздерінің қағидалары бар. Полиция болмағанда кім болар едіңіз? Әрине әр мамандықтың өзінің қиын тұстары да бар, қызықты жерлері де бар. Дегенмен маған таңдау келсе, әрдайым полиция саласын таңдаймын. Қуаныш Базарбаев Базарбайұлы, 43 жаста. Атырау қаласы нөмірі 2 полиция бөлімінің кәмелетке толмағандар істері жөніндегі аға учаскелік полиция инспекторы. Қандай сезімдесіз? Қобалжыптым, алайда осы 11 жыл бойы мұғалім қызмет атқардым тарих пәнінен. Көреміз. Сәттілік. Рахмет. Аман сау отырыңыздар. Балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз нөмір 3 параграфта Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс туралы. Жылдан кейін сыныпқа кіру қандай әсер сыйлады сізге? Енді 11 жыл өткесін жерде қобалжу болды. Тақырыпты еске түсіру кішкене тарихтан. Негізгі мамандығым педагог, тарихшымын. Алайда екінші мамандығым заңгерлік мамандығым бар. Қазір таңда полиция қызметінде жұмыс жасауына байланысты әрине полиция қызметі жақын. Әр кәсіптің қадірі бөлек. Әр қайсысы да қоғамға қажет. Бүгінгі тәжірибеде полиция қызметкерлері өз мамандықтарын сүйіп таңдағанын тағы бір дәлелдеді. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.